Бұл арнайы шығарылып отырған бейнежазба ешқандай да зорлық-зомбылыққа шақырмайды, тек ақпарат беруге және баяндауға негізделген. Сонымен қатар автор кез келген сәйкессіздіктер мен қателіктер үшін жауапты емес. Бейнежазбада күш қолдану мен мәжбүрлеу, қиянат жасау сынды көріністері жоқ. 16 жасқа толмаған жасөспірімдерге көруге тыйым салынады. Бұл оқиға дене түршігерліктей қорқынышты. Тапа-тал түсте 150 ер адам қаланың ортасында дәл мешіттің жанында бір әйел адамды қатыгездікпен 2 сағаттай қинап өлтірген. Ең сұмдығы, бұл әрекеттерін олар мақтаныш ретінде санап, қызды көліктің артына байлап қаланы аралап жүрген. Одан қалмай денесін де өртемек болған. Қалған қала жұрты бұл көріністі видеоға түсіріп қана тамашалаған. Бұл оқиға жайында суреттер мен бейнежазбаларды ғаламтор желісінен оңай табуға болады. Сондағы қыздың күнәсі мешітке кіріп құлшылық жасау ма, әлде өз дініне берік болу ма? 1000 адамның ішінен тым болмаса біреуі оқиғаның анық-қанығын анықтағысы келмегені ме? Армысыздар достар, сіздермен Асия. Бүгінгі шығарылымда қатыгездікпен қайтыс болған бейкүнә қыз туралы баяндайтын боламын. Бұндай адамдар туралы сіз де біліп жүргеніңіз дұрыс шығар. Ендеше экран алдына жақындап жайғасып алыңыз. Әдеттегідей арнама қолдау көрсетіп, лүпіл басып, қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Фархунда Маликзаде 1987 жылы Ауғанстанның астанасы әрі ең ірі қалаларының бірі Кабулда дүниеге келген. Ол толық мұсылман отбасында өсті. 2015 жылы 27 жасар Фархунда ислам негіздерін үйрететін үйірмеге барып жүрді. Өз ойын ашық жеткізе алатын қайсар мінезді қыздың үлкен арманы келешекте сот қызметкері болу еді. Сабақтан бөлек Фархунда волонтерлық жұмыстармен де, үй шаруасымен де айналысып, кілем тоқып, ата-анасына қолғабыс болып белсенді өмір сүрді. Тіпті Фархунда тұрмыс құруға оқталған еді. Дегенмен де бұл бақытты сезіну жас қыздың тағдырына бұйырмаған екен. Барлық жергілікті әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді сақтап және құрметтей білетін Фархунданы достары мен ұстаздары оқыған, тоқылған, байсалды, қарапайым, дініне берік адам ретінде көреді. Ауғанстанда парсылық күнтізбені қолданады. Сол бойынша жаңа жыл мерекесі көктемнің күн мен түннің теңелу күні 21 немесе 22 наурызда атап өтіледі. Осы жаңа жыл мерекесіне бірнеше күн қалғанда 2015 жылы 19 наурыз күні Фархунда әдеттегідей оқуға кетті. Ол үйінен шықпас бұрын бауырларының бетінен сүйіп, анасымен қоштасты. Сөйтіп ол үйден шығып, Құран үйрететін білім ордасына барды. Ол жерден шыққаннан кейін қала орталығында орналасқан Шахту Шамшир мешітінің жанынан өтіп бара жатып, ішке кіруге бел буады. Ол құлшылық етіп, дін қызметкерлерімен біраз сөйлесті. Бәлкім Фархунда мешіттен шыққан бетте-ақ еш кедергісіз үйіне қайтқанда жас қыздың басынан өткен бұл сұрапыл оқиға өтпес пе еді. Мешіттен шыққан бетте Фархунданың көзіне түрлі түсті орамалдар, дуаланған амулеттер және әртүрлі тауарларды сатып тұрған дүңгіршек ілінді. Фархунда амулеттерінің бірін ашып көрсе, ішінде Құран сүрелерінің бөліктері жазылған қағазға оралған буманы көрді. Дүңгіршектің сатушысы Зайнулдин өзінің тауарларының сондай сиқырлы күшке ие екендігін және күтпеген таңғажайып нәрселерді жасайтынын міз қақпай айтады. Соның бірінде бала сүйе алмай жүрген әйелдерге жеңіл түрде жүкті болуға көмектесетінін айтып сендіріп тұрды. Бұны көрген Фархунда ызаланып, Зайнулдиннің сатып тұрған заттарының ислам қағидаларына сай емес екендігін айтып жеткізді. Зайнулдинмен сөзге келіп, орта жастағы еркекке өзінің дүңгіршегін жабу керектігін айтқан болатын. Екеуінің сөзге келгені соншалықты, олардың сөздері айқайға ұласты. Бүкілінің назарын өздеріне аудартып, жан-жақтарына адамдар топтасып жинала бастады. Халық назарынан қорқып сасқан сатушы
Фархунданы америкалықтармен бірге деп жала жауып, барлығына қызды айыпты етіп көрсете бастады. Тіпті ол бұнымен тоқтамай, барлығының көзінше Фархунданың Құранның көшірмесін өртеді деп кінә тағып айқайлады. Бұны естіген Фархунда сол сәтте-ақ өзінің мұсылман екендігін және мұсылмандардың қасиетті Құран кітабына олай жасамайтындығын айтып, ол нәрсені жоққа шығарды. Дегенмен де сол мезетте-ақ Құранның көшірмесін өртегендігі жайында қаңқу сөздер мешіттің бұрыш-бұрышына жетіп, бойларын ыза кернеп, таңданған адамдар сол жерге баруға асықты. Мына бейнежазбада Фархунданың мешіттің жанында кілең еркектердің ортасында тұрғаны, оның барлығы жала екендігін айтуда. Алайда қыздың сөзіне құлақ асып, істің анық-қанығына көз жеткізіп, түсінгісі келіп тұрған ешкім де жоқ. Ең сорақысы, бұл кикілжіңнің арты ушығып, жанжал мен күш көрсетуге дейін ұласып, қызды күшпен итере бастайды. Фархунда itергеннің әсерінен жерге құлайды. Сол сәтте оны аяусыз тепкінің астына ала жөнеледі. Бұл бассыздықты алдын алу үшін полиция қызметкерлері келіп, ессіз еркектерді тоқтатуға тырысады. Полиция ауаға оқ атқаннан кейін барлығы жан-жаққа топырлап қаша жөнеледі. Ал Фархунда асфальттың үстінде бетін жауып отырады. Еркектер байқұс қыздың орамалын шешіп тастаған екен. Шаштары алба-жұлба болып, бетінің сау тамтығы қалмағандай қанға боялған сұрақы кейіпте. Қандай жағдай болса да, қыз болсын, ұл болсын, адамды осыншама аяусыз қорлауға бола ма? Екі өтіп бара жатқан жолаушы Фархунданы сүйеп, орнынан тұруына көмектесіп, мешіттің ішкі ауласына кіргізді. Алайда сол сәтте-ақ ессіз ер адамдар қызға түрлі адам естірсіз жаман балағат сөздерді айта бастады. Ал бұған куә болғандар тек ұялы телефондарына түсіріп тұра берді. Бұл оқиға орын алған сәттен бастап-ақ адамдар топырлап жиналып, саны 1000-ға дейін жетті. Барлығы дерлік орын алған нәрсенің ары қарай арты қандай болатынын күтіп тұрғандай. Тіпті бұл қастандыққа 150-ге жуық ер адамдардың қатысқандығы мәлімделді. Ең сорақысы, бір ғана қыз баласын 150 ер адам қорлаған. Оларды тәртіп сақшылары тоқтатуға әрекет жасаған еді. Алайда ол әрекеттерінен ештеңе шықпады. Мешітке баса көктеп кірген ер адамдар Фархунданы мешіттің төбесіне дейін сүйреп шығарып, ешбір жанашырлықсыз төменге лақтырып жіберді. Бұл сәттерде Фархунда өз-өзін барынша қорғағанымен, барлығына қарсы тұруға қауқары жетпеді. Содан байқұс қыз мешіттің жанында көз жұмды. Бірақ дерлік ең сорақысы, мерт болған адамның денесіне қорлық көрсетіп, оны көліктің артына арқанға байлап, көшенің бойымен шамамен 200 метрге дейін сүйреді. Онымен қоймай, олар сол жерде жатқан денеге тас лақтырып өртеп жіберді. Бұл барлық қанішерлік пен қорлық көрсету 2 сағатқа жуық уақытқа созылды. Бұл уақытта Фархунданың ата-анасы үйге қыздары қашан оралады екен деп күтіп отырған болар. Сөйтіп түскі 4-тер шамасында Фархунданың ұялы телефонынан қоңырау шалып, оларға шұғыл түрде мешітке келулерін сұрайды. Сол кезде Фархунданың отбасының ойында ешқандай күдік ой болмаған. Олар өз қыздарының басынан қандай аласапыран оқиға өткенінен де хабарсыз болатын. Мешітке келген қыздың ата-аналары мен бауырына қыздың өмірден озғанын айтып, денесінің қалған бөліктерін алуды бұйырады. Сосын билік өкілдері Фархунданың отбасына олардың қауіпсіздік кепілдері үшін қаладан тез кетулерін сұрайды. Содан қыздың отбасысы қаладан кетуге мәжбүр болады. Бұл қайғылы оқиға жайында жаңалықтар барлық желілерде жедел түрде тарап кетті. Сол оқиғаны ұялы телефондарына түсіріп алғандар белсенді түрде ғаламтор желілеріне жүктей бастады. Келесі күні-ақ бірнеше шенеуніктер мен рухани діни қызметкерлері барлық жұрттың көзінше бүлікке қатысқан адамдардың іс-әрекеттерін ақтап, дұрыс санайтындарын білдірді. Дегенмен де Ауғанстанның президенті Амар Гани тапа-тал түсте мешіттің жанында халқының жасаған бассыздықтарын қатаң түрде сынға алды. Нақты тергеу жұмыстарынан кейін қызметкерлер 27 жасар Малик Саде Фархунданың
Құранның көшірмесін өртегендігі және американдықтармен одақтастығы жайында белгілі бір айқын айғақ дәлелдерді таппағандығын мәлімдейді. Ал Фархунданың отбасы қыздың денесін жер қойнауына тапсыруға қалаға қайта оралды. Жерлеу рәсімі қайғылы оқиғадан 3 күннен кейін 2015 жылдың 22 наурызында өтті. Ашу мен ызаны қайғы мен ұятқа алмастырған Фархунданың жерлеу рәсіміне мыңдаған адамдар қатысты. Ауғанстанның дәстүрі бойынша өлген адамның табытын ер адамдар көтеріп шығу қажет еді. Алайда болған оқиғадан кейін Фархунданың табытын тек әйел адамдар көтерді. Ер адамдардың кейбіреулері табытты көтеруге көмектесуге тырысып, табытты ұстауға ниеттенгенде әйелдер оларға табытқа тиісуші болма, жалғыз Фархунданы 150 адам бірігіп қорлағанда сен қайда қалдың деп айғайға басты. Ал бұл сұрақтың жауабы үнсіз қала берді. Әйелдер жай ғана табыт емес, осы күннің батырын көтеріп бара жатырмыз деп есептеді. Бұл әйел адамдардың осылай бас көтеріп, ештеңеге қарамастан бір-бірлерін қолдаулары Ауғанстан ел тарихында өте сирек орын алатын үлкен қозғалыстардың бірі болды. Жерлеу рәсімінен 2 күн өткеннен кейін 24 наурызда Кабулда әйел адамдар біз бәріміз Фархундамыз деген ұранмен көшелерге наразылыққа шыға бастады. Тіпті әйелдердің кейбіреулері Фархунданың денесінің кейпін сомдап, беттерін қызыл түске бояп шықты. Әйелдер жинала бірге жоғарғы сот ғимаратына қарай жүре бастады. Олар Фархунда үшін әділетті сот шешімін орнауын және әйелдерге қатысты көтеріліп жатқан зорлық-зомбылықтың алдын алуын талап етті. Бұл Ауғанстанда бейбіт тұрғындардың ең үлкен өзекті көтерілістерінің бірі болды. 6 апта өткеннен кейін сот отырысы болды. Сот отырысы тікелей эфир арқылы жүргізілді. 2015 жылдың 5 мамыр күні сот шешімі бойынша 49 ер адамдардың 26-сы ақталып, 11 тәртіп сақшылары Фархунданы қорғай алмағандықтары үшін тек 1 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Қалған ер адамдарды 16 жылға бас бостандығынан айырып, және 4 ер адамды өлім жазасына кесу жайында шешім шығарылды. Соңғы айыптаушыларының қатарында мешіт қараушысы Зайнулдин болды. Бұл бүліктің шығуының себептері мен арандатушысы ретінде бұл қайғылы оқиғаның басты кінәлісі болды. Міне, қатыгездіктен, адамдардың сараң көзқарастарының кесірінен әдемі білімді қыздың өлімі болып отыр. Өте өкінішті әрине. Бұл мемлекеттің заңы, ер адамдардың көзқарасы туралы не ойлайсыз? Бұл оқиға туралы өз ойларыңызды астына пікірге жаза кетіңіздер. Ал бейнеролик ұнаса, қолдау көрсетіп, лүпіл баса отырыңыз. Қызықты әрі қорқынышты оқиғаларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.